Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде қонақта Айсұлу. Бізде Қазақстанда осы түрік асханасының мастері, түрік асханасының сондай керемет кәсіби аспазы ретінде танымал. Өзі Түркияға барып, Стамбулға барып, жаңа кәсіби аспаздан баклаваның, түрік асханасындағы тәтті тағамдар, ыстық тағамдардың барлығын жасап үйреніп, қазір көптеген қыз-келіншектерге соны курста, онлайн түрде, офлайн түрде үйретіп, көп қыз-келіншектерге көмектесіп жүр. Сонымен өзім қонаққа шақырдым. Көп рахмет Айсұлу келгеніне. Бүгін біз түрік асханасындағы сондай керемет бір тәтті тағамның түрін пісіреміз. Қандай еді? Булочка пісіреміз, иә? Бүгін Гүлжанат, саған рахмет, сені оқырмандарының алдында осындай рецептпен бөлісуге мүмкіндік берген. Сіздерге ерекше өзім Стамбулдан оқып келгенмін. Түрік тәттісімен бөлісем. Ачма деген тоқашы бар, шоколадты пастамен. Ол егер Түркияға барған болсаңыздар, сіздер білесіздер, Семет сарайында толып осы булочкалар тұрады. Күшті қамырмен және де булочкамен бөлісетін боламыз. Ой, рахмет. Ал енді көп ұзамай бастайық. Бізде қазір мына жерде қандай ингредиенттер керек, барлығын Айсұлу сіздерге түсіндіріп береді. Жазып алыңыздар. Бізге ұн керек. Негізі сіздерге осы жерде ұн туралы керемет ақпаратпен бөліскім келеді. Жалпы ұнды көбісі мысалға рецептте 400 грамм ба, 400 граммды сала береді. Негізінде рецепт жасаған кезде бисквитта болсын, әсіресе қамырларда болсын, шамамен 10-20 граммды эксперимент жасау керек. 10 грамм басында кемітіп салыңыз, мысалы 400 грамм болса 390 грамм. Содан кейін егерде ұн қажет болатын болса, тағы үстінен қосасыз. Себебі егер қамыр тығыз болып қалатын болса, онда сіз мысалға булочкаңыз шықпай қалады деген сияқты. Соны ескеріңіздер. Көбінесе жаңа айтып жатады ғой, футблогерлердің рецептілері шықпайды деп. Вот осыдан да, өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Мысалға тіпті жердің өзінің құнарлығы әртүрлі ғой. Сондықтан да эксперимент жасаңыздар 10-20 грамм. Бізде қазір ең алдымен ұнымызды саламыз. Түрік тәттісінде ешқандай да жаңағыдай қиындық жоқ. Барлығын алып үстісінен сала береміз. Келесі бізде тұз, содан кейін шекер, одан кейін бізде дрожж, кез келген дрожж жарайды. Құрғақ күйінде пайдаланамыз. Иә, құрғақ күйінде. Апары еш нәрсе жасамаймыз. Барлығын құрғақ өнімдерді саламыз, араластырып аламыз. Ең бастысы илегенде дұрыс илесе болды түрік тоқашына. Содан кейін бізде бөлме температурасындағы сары май, жаңағыдай аздап еріп тұру керек, жаңа тоңазытқыштан шықпаған болу керек. Келесі кезекте бізде су. Жылы су ма, әлде салқын су? Иә, жылы су. Қатты ыстық емес. Мынау саусағыңызды салған кезде, жаңа саусағыңыз күйіп қалмайтындай болу керек. Егер де кез келген ашытылған қамырда ыстық су құюға болмайды. Ыстық су құйған жағдайда дрожжыңыз пісіп кетіп, қамырыңыздың дәмі бұзылып кетуі мүмкін. Жылы болады суымыз. Келесі кезекте сұйық май. Барлық ингредиентті саламыз, араластырамыз. Оп-оңай жасалады екен, да? Керемет. Аналарымыз бұрынғы кезде, қамыр илеген кезде іші тап-таза болсын деп бізге үйретеді ғой. Қамырымызды басын біріктіріп аламыз. Біріктіріп алғаннан кейін түріктерде ең бастысы қамырды дұрыс илеу. Қараңыздар, сіздерге қазір жақыннан көрсетеміз. Мынау қамырды алған кезде осы алақанымыздың жұмсақ шеткі бөлігімен алып, қамырымызды ортасынан осылай ашамыз. Үстеліміздің үсті таза болу керек, ешқандай да жаңағында ортасында тесіктері болмау керек. Міне мына стол өте жақсы үйлеседі екен. Таза столдың үстінде дәл осылай қамырымызды ашу керек. Ашамыз. Гүлжанаттың ютубында өзі айтады ғой, қандай рецепт түсіретінімді білмеймін деп. Сондықтан да мен сіздерге Гүлжанаттың ютубында жоқ рецептпен бөлуді жөн көрдім. Иә, әсіресе Айсұлу өзі кәдімгідей түрік асханасының барлығын бес саусақтай керемет біледі ғой. Сіздерге өзі кәдімгідей мастер-класс көрсетіп жатыр мына жерде. Мастер-классты сатып жүрген рецепт. Негізі білесіздер ме, мастер-классы өте қымбат тұрады. Эластичный дейді ғой. Тыңдағыш, сондай әдемі қамыр. Бұл қамырды алып, енді біз шамамен 30 минутқа бетін жауып, 20 минутқа қамырымызды қалдырамыз. Достар, мінекей біздің қамырымыз көтерілді, керемет болып осылай көтерілу қажет. Шамамен 20 минуттай тұрды. Енді біз қазір булочкаларды пісіреміз, қараңыздар, қандай әдемі көтерілген. Қамырдың ашығанын біз қалай білеміз? Осылай алақанымызбен басқан кезде, алақанымыздың ізі қалып қою керек. Қамырымыз дайын. Бірден илеудің қажет жоқ, бірден дәл осылай
колбаска тәріздес етіп созамыз. Енді қамырды шамамен 8-ге бөлеміз. Мен мынаны үстіне кесіп қойыппын. Маған не берші? Доска бер. Осыған кесер, бұл деген кварц деген арнайы мәрмәр сияқты, гранит сияқты сондай тас, табиғи тас. Оның жаңағы өзі зақымға төзімді, осындай пышақпен кесетін болсаң да, қандай да бір су жаңағыдай соғып төгіліп кететін болса да өзінің бойына сіңірмейді да, өйткені тесіктері жоқ. Өте керемет тас кварц деген. Мен арнайы осы Астана кварц деген парақшадан алған болатынмын. Өзіме қатты көбісі не істейді, қызығады осыған. Осы столда барды менде, столешницаны барын осылай қылып жасаған ғой. Я мен сенің столыңа қызығып, сенен как раз сұрайын деп жүргем. Жақында ремонт болады бізде, жиһаздар тапсырыс береміз. Міндетті түрде тапсырыс. Осы кеңес етемін. Кәдімгідей тамақ пісіру, осы кварцтың үстінде кәдімгідей медитация сияқты ғой. Рахаттанып пісіре бересің, қорқытпайсың. Мен де шын айтамын, қазір өте сирек қолданамын қытайшаны. Қолданамын, қолданбаймын айтпаймын. Қолданамын, бірақ кварц бар кезде не үшін деген сияқты сұрақ туындайды. Өйткені мен лично менде жеке мен өзім басымнан өтетін жағдай, мен пышақ көп қолданып қоя беремін. И әрдайым столешницаны бұзып ала беремін да. Мен сияқты кейбір келіншектер енді әдет қалса да не дейді, ауру қалса да әдет қалмайды. Сондай келіншектерге жақсы екен. Айтпақшы менің оқырмандарыма Гүлжанат деген промокодты айтса, осы Астана кварц 10% скидка жасайды. Маған да береді ғой. Иә, конечно. Оқырмандарына да айтып қояйын, негізі осы ютубта хабарламаппын. Шын мәнісінде осы Астана кварц қазір мен парақшасында қалдырамын, сайтына да төменде сілтеме қалдырып кетейін, сіздерге 10% скидка болады, егер осы Гүлжанат деген промокодпен Астана кварцтан заказ беретін болсаңыздар. Өте күшті, сондай әдемі көрінеді. Мен бүкіл рецепттерді де осыған түсіремін ғой. Өзім бұрыннан бері армандап, қатты қалайтынмын осы жаңа кухняға көшсем, міндетті түрде осындай кварц тасынан жасатамын. Иә, шынымен маған өте қатты ұнап тұр. Өте ауыр негізі бір жағынан, но төзімді бүкіл нәрсеге. Сен үстеліңе қызығып, қазір менің тұрып жатқан үйімде де домалақ, бірақ мен клеенкамен алысып біттім. Прозрачный клеенка маған ұнамайды, себебі жан-жағына дағы қалып қоя береді. Жыртып қала береді ғой, тамақ бір несі кесіп. Ал клеенка төсемейін десем, столдың үстін сүрткен неприятно, ағаш болғандықтан ортасына дағы тұрып қала береді да. Сол үшін үстелде де осындай заказ беру керек екен. Мен саған берейін, оқтаумен жаямыз, оға дейін мен түсіндіріп жіберейін, иә. Достар, қараңыздар, 8 бөлікке бөлдік, содан кейін қамырды осы алақанның ортасына салып, үстінен бір басып жібереміз. Бізде шамамен 8 немесе 9 жаңағы дана булочка шығады. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Дәл осылай кішкене бір жайып жібер, тағы бір жайып жібер. Тым қалың болмау керек. Шоколад пастасында жағамыз. Біз қазір нутелла жағып жатырмыз, бірақ негізі өзіңіздің қалауыңызша әртүрлі шоколад пастасын жаға берсеңіз. Иә, кез келген. Арахис, көбінесе арахисті паста негізі жақсы жарайды. Қатты болмау керек, ең бастысы жұқа, яғни өйстіп жаққан кезде жұмсақ болып жайылу керек. Андай шоколадты ертіп жағуға болмайды, иә? Ол қатты қалады. Жоқ, ол қатты қалады. Ондай да жақпаңыздар. Паста болу керек, шоколадты паста болу керек. Бетінен алып, өзімізге тартып отыра қамырымызды дәл осылай улитка тәріздес етіп, барлығын орап шығамыз. Ендігі кезекте қараңыздар, мына жерде бізде шеткі бөліктері қалып қойды. Осы жері ашылып кетпес үшін піскен кезде міндетті түрде қамырға біріктіріп шығыңыздар. Қазір келесін сен жасай, иә? Қараңыздар, біріктіріп шықты, мына шоколадты паста да көрініп тұрған жоқ. Піскен кезде де ашылып кетпейді. Енді үстінен осылай бір домалатып жібереміз да, қыздар, ең бастысы түйген кезде дұрыс түйсеңіздер болды. Енді екі шетінен ұстаймыз, екеуін қарама-қарсы бағытта сәл ғана, бір рет қана жасаймыз. Содан соң екі шетін осылай біріктіруіміз керек, яғни домалақ форма шығаруымыз керек. Енді бір бөлігін қараңыздар, бір бөлігін түйетін кезде басып жібереміз, міне. Басамыз, жалпақтаймыз. Соның ортасына мына екінші шеткі бөлігін кіргіземіз. Мына жалпақтадық қой, екі жағынан алып, мына жерінен біріктіреміз. Яғни екінші бөлігін осы тестаның қамырдың ортасына кіргізіп жіберуіміз керек қой. Әдемі шықты. Бұны біз пергамент қағазына саламыз, иә? Бірден дайын болған булочкаларымызды алып, пергамент қағазына арасына шамамен 2-3 саусақ қалдырып отыра.
өйткені ол көлемі оңай Иә. көтеріледі, иә? иә бір біріне жабысып қалуы мүмкін, сол үшін арасына шамамен 3 саусақ салып булочкаларымызды қойып шығамыз. Енді осы булочкалардың үстіне, бөлкелердің үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Жұмыртқаның ақуызын сарысынан ажыраттым. Енді жақсылап осылай кисточкамен майлап шығамыз. Одан соң 180 градусқа салып пісіреміз. Неше минутта пісіреміз Айсұлу? 20 минут. 20 минутта тез піседі екен, иә. Қып-қызыл болып піседі. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып, қызарып, күшті, керемет болып шықты, иә, өте әдемі. Қазір бірге дәмін көреміз, ортасында сіздерге көрсетемін. Мінекей достар, қараңыздар. Қандай керемет, өте әдемі, өте жұмсақ, сондай қараңыздар, қандай жұмсақ, керемет болып шықты. Иісі деген енді өте керемет. Қазір мен дәмін көремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Сөз жоқ айта алмаймын. Кәдімгідей Түркияда ана кезекте тұрады ғой, барлығы осы ачма булочкасы үшін. Дәл сол булочка ғой. Кезекке тұрмай-ақ, Түркияға бармай-ақ, өзіңіз осы рецептпен дайындап көріңіздер. Так, что-то дәмі, мен негізі диетадамын. Диетадамын деп бүйтіп аузына тығып жібердің ғой. Жоқ, шыдай алмай жатырмын что-то. Өте керемет. Өте күшті. Балаларыңызға міндетті түрде жасаңыздар. Мен балаларым әрдайым сұрайды, қашан жасайсың осы булочканы деп. Айсұлу, саған көп рахмет. Осылай бізге ачма булочкасының рецебін жаңа көрсетіп, дайындап, әрбір қыр-сырын, құпиясын айтып, сіздерге бөлісіп жатыр. Көп рахмет. Джейн Холлның атынан сізге осындай сыйлықты табыстағымыз келеді. Осы жалпы сіз жаңағы оқырмандарыңызда, көрермендеріңізде көп болып, тіпті қазір курста офлайн, онлайн мастер-класстар өткізіп жүрсіз ғой. Сіздің жаңағы оқушыларыңыз, шәкірттеріңіз көп болсын. Ұстаздан шәкірт озады дейді. Өзіңіздің шәкірттеріңізден әрдайым мақтанып, жаңағы өзінің күшті кейстарыңызбен солай шалқып жүре беріңіз. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Көп. Мынандай подарок жасаса Джейн Холлның. Мен жиі келемін ғой деймін. Келіңіз, келесте сүймейді булочкасын дайындаймын. Иншалла. Рахмет.